Дәрі-дәрмек туралы бекер айтып жатқан жоқпыз. Пандемияның азабын халық енді ұмыта бергенде елімізде тағы бір қорқынышты вирус пайда болды. Бір қызығы мұрын бітеліп өкпе қысылмайды бұрынғыдай. Бірақ дене қызуы түспей күйдіреді. Әсіресе балалар арасында кеңінен тарап жатыр. Ал емдеуге келгенде бір Астана қаласының өзінде ауруханада науқас қабылдайтын орын жоқ. Қызуы қайтпаған құлынын қолдағымен қалқалап, ауруынан айықтырмаққа тырысқан ананың бар үміті дәрі-дәрмекте. Өйткені ауруханада орын жоқ деп дәрігерлер үйіне қайтарып жіберген. Тек Әсия ғана емес, дәрменсіз жатқан ұл қызын құшақтап жеткен ата-аналар сағаттап кезекте тұрған сол күні. Ал жүрісі өнбейтін, шақырса жедел келмейтін жедел жәрдем тіптен қарында ашырған. Перед нами стоял 20 человек в очереди. Біздің алдымызда 20 адам тұрды. Барлығында бір диагноз. Ешқандай жөтелсіз, мұрын бітелмей тек қана қызу көтерілді. Бұрын соңды мұндайды көрмегеннен кейін қатты қорықтым. Бізге кезек күтіп 2-3 сағат тұрасыңдар деп айтты. Ақыры үйге келіп жедел жәрдемді күтуге тура келді. Олар 3 сағат өткенде әрең жетті. Бізге ауруханада орын жоқ екенін айтып, үйде емделуге кеңес берді. Қарашада қарашаны қабылдай алмай дағдарып қалған денсаулық сақтау басқармасындағылар балалар ауруханасында жағдай оңалды деп сендірді. Ал бүлдіршіндердің қызуын көтеріп, ата-аналарды зәрезап қылған ауру қарапайым тұмау екен. Дәрігерлер жыл сайынғы эпидемиологиялық маусымға тап келдік. Қорқатындай дәнеңе жоқ деп қорытты. Интоксикациялық кезең синдромдар 5 күнге дейін, 1 аптаға дейін көтерілуі мүмкін. Қосымшада емін алу үшін, ол үшін әрине қажет жағдайда антибиотик тағайындалу, мысалы өздігінен үй жағдайындағы емделіп жатқандар да бар. Оның барлығы дәрігерлердің бақылауында болу керек. Өздігінен ем қабылдамаған дұрыс. Ал ағайында амал жоқ. Өйткені ауруханаға жеткен жұрттың бірі жағасын, бірі баласын ұстап қайтады. Сол себепті ауырмаудың жолын іздеуге тырысу керек. Санитарлық салаға жауаптылар. Қазір сауда орындарында вирус жұқтыру қаупі басым дейді. Тұмаудан сақтану үшін тұмшаланып маска тағуға кеңес берді. Балабақшаға баратын ата-аналарды ертеңгісін егерде тұрған кезде баланың бір қалайда бір тұмаудың бір белгілері болған кезде оларды балабақшаға жібермеу керек, мектепке жібермеу керек, тез арада медициналық көмекке жүгініп. Елдің есін екеу түсін төртеу еткен вирустан сескенудің қажет жоқ деп дәрігерлер басып айтты осылай. Ал басқармадағылар болса эпидемиологиялық маусымға дайынбыз деп мардымсып отыр. Бүгінде инфекциямен иінтіресудің жалғыз жолы вакцина салдыру екен. Бірақ бұл да жұқпалы аурудан ада болуыңызға кепілдік бермек емес. Жақсылық Жасынаұлы, Мейірбек Абдрахманов, Еуразия 1 арнасы.